Бәріңе сәлем. Бүгін сіздермен творожный печеньяның рецептімен бөлісемін. Жұмсақ тәп-тәтті болып шығады. Менімен бірге соңына дейін көріп, лайк басып кетіңіздер. Печенье көп затты қажет етпейді. Творог, сары май, разыхитель және де қантты өз қалауларыңызша қоспай қойса да болады. Сары майды қосып, бір келкі масса етіп езіп аламын. Печенье көтерілу үшін кішкентай разыхитель қосамын. Және де ұнды қосып, кәдімгі тестаны жасаймын. Теста дайын болғаннан кейін бірден формаға келтіріп печенье жасай беруге болады. Оқтаудың көмегімен жайып, осылай дәл видеодағыдай етіп жасасаңыздар болады. Мен ортасына вареная сгущенканы қолдандым. Маңызды емес, кез келген салманы қоса беруге болады, немесе ештеңе қоспай қойса да, бұл творожный теста болғаннан кейін өте дәмді болып шығады. Мен дәл осы вареная сгущенканы қолданамын. Еріп сыртқа шығып піскен кезде ағып кетпейді. Өте керемет, өз формасын ұстап іште тұрады. Дайын болған печеньеларымызды 180 градуста қызарғанша дейін ұстаймыз. Өте жұмсақ дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көрсеңіз, міндетті түрде тіркеліп лайк басып кетіңіздер.